Jamal and Ganja. Bittin tastar bittin bastar Sen bittin zat var Ешкімге айтпа, оставь там это где твой план, что все это заработало? Гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят уже давно. Ментом где-то мархтаб жёг, я не больной. Отстань, ты не доживешь до утра даже. Всю дрянь выкину здесь, пора уже. Нет, это бред, ведь ты под опекой. Ағайындар, ассаламалейкум. YouTube'ға да қош келдік. Бүгін мынау YouTube'да түсірейін деп шештік. Неге? Өйткені 18 жастан бері, енді бүгін Аллаға мыңда бір шүкір, 30-ға толдым. 12 жыл мен туған күн жасаған жоқ. Қаншама бауырларым, достарым айтты, туған күн жаса тәке деп. Сонымен жиналып келіп, сразу каталогын қойын деді. Алматы қаласының қақ ортасында Аль-Фарабиде мейрамхананы арендаға алып, полный жауып, өзімнің бауырларыма, таныстарыма, жақындарыма нетворкинг болсын, бір-бірімен араласын деп жасап отырмын. Өйткені менде де арнайы трансформация деген курс бар. Ол курста мен максимально пайдалы боламын. Неге? Орта үшін да. Орталарыңызды әрқашан дамытып тұрыңыздар. Мына влогты да сіздерге бір мақтаныш ретінде емес, бір мотивация болсын, білім болсын деген сияқты. Одан бөлек мен қонақтарға керемет сыйлықтар дайындап қойдым да. Путевка Дубай, олар білмейді. Путевкада біздің санатория, бізде жалпы компания, 14 компаниямыз бар. Өзіміздің компаниялардан да сыйлық дайындап қойдым. И ең қызығы, адамның денсаулығына пайдалы нәрсе. Яғни мен керемет бір сыйлық дайындап қойдым. Не деп ойлайсыздар, жүріңіздер көрсетіп. Тағы да видеоның бәрін дамыт, қараңыздаршы. Ё-май, потолок па, геликті бір багажда мынандай коробка заказы ғой. Мынау $500 000 теңге тұрады, 500 000 теңге. Бұл не дейтін болсаңыздар, водяной фильтр. Яғни біз көп нәрсе су ішеміз да, минеральный газды су ішеміз, бірақ үйден су ішетін кезде мен өзім андай фильтрден таза су ішуге тырысамын. Поэтому осындай керемет мен бауырларыма денсаулығы аман болсын. Бірінші байлық денсаулық қой. Маған уақыт бөліп келіп жатқан достарыма, таныстар, бауырларыма арнайы керемет сыйлық. Сол себепті ағайын бауырлар, от души уважаю вас, сыйлаймын. Поэтому мен осындай сіздерге сыйлық жасап жатырмын. Бірінші кеттік, жүріңіздер, ішке кірейік. Дағы бөле машина. Осындай кобальттар мешает етіп қалады, үйіп келатқан кезде, негізі образға кіріп жатқан кезде. Бізде қараңыздар, мынау біздің бауырымыздың мейрамханасы, Аскар Жұмабек, ол кісінің қызының мейрамханасы. Өте керемет. Енді ол кісілерге көп рахмет, потому что бұл мейрамханада бізге барлық нәрсе көмектесіп жатыр. И всегда кәсіпкерге поддержка беру керек. Мен де ол кісілерге арнайы поддержка бергенге отырмын. Қалай атмосфера ағайындар? Потолок па? Потолок, қараңыздар. Ай жерде арнайы скатер жасап, дастархан жасап жатыр. Барлығы біздің жақындар, бауырлар үшін. Қараңыздар, қандай керемет атмосфера. Одан бөлек бізде мына жерде презентация нового продукта. Яғни мынау арнайы продукт, шампунь женский. Бұл жерде біз шаштың өте пайдалы, удаление болса қарсы жұмыс жасайтын. Және ең қызығы парфюмерный шампунь. Яғни премиум сегментте Байреда деген біз парфюмді қосып, мына жерде шаш жуасын, кайфонен шығыш. Әйелдердің енді былай айтқанда бақыты. Екінші, біз енді әйел деп жатыр, еркектерді ұмытып кетпейік деп жатыр. Мынау мужской біздің шампунь. Бұл жерде Том Фордтың арнайы есімі осы. Поэтому бізде Том Форд пен Байредамен коллаборация жасап жатырмық. И өте мықты шампунь шығарып жатырмық. Сол себепті ағайындар күнделікті шампунь қолданған кезде де мынау take off деген қандай мағына деп ойлап өңгізсем, ол take off емес, take off, бұл взлет деген. Яғни бірге жұмысшайды. Одан бөлек қараңыздар, біздің қонақтарға сертификат Дубайға, потолокқа Дубай ағайындар. Короче, өте керемет кеш болайын деп тұр. Мына жерде бізде арнайы фото зона. Біздің командаға көп рахмет. Бірінші әуелі Алла, екінші командаға рахмет. Өйткені команда өте энергичный. Мен өзім ерте тұратын адамды, энергичный адамды қатты жақсы көріп, біздің команда осындай керемет нәрсе жасады, барлығына үлгеріп жатырмыз. Аллаға мыңда бір шүкір. То есть кез келген жұмыста ол кәсіпте эффективность, яғни тиімділік азанда ерте тұрдан басталады, және команда дұрыс жұмыс жасаудан. И қараңыздар, команда мынандай идея айтады, креатив қой біздің команда дегенше. Take off, шампунь дейді ғой. Мына потолок еді, енді Алла разы болсын, команда осындай идеямен, мына жерде қараңыздар, тура мынандаймен жасаған. Мен энергиям тас тұр, ағайындар, готовы. Демім бітпей жатыр сөйлеп ше. Осындай керемет жасады, даже мына полный вилланың, эстеттің екінші қабатын біздің жақындар үшін. Поэтому сіз қандай адамсыз?
сізге сондай адамдар жақындарың ағайын бауырлар. Және бұл өмірде Алла бар, және сіз барсыз. Сол себепті максимально исходящий болыңыздар. Исходящий деп қалай? Беруші форматта. Көп кәсіп бастаушылар, кәсіпкерлердің қателігі только алушыды ойлайды. Ал максимально беруші ойлаңыздар. Сол себепті нақты шампунь, путевка, Дубай. Қараңыздар, жүріңіздерші нақты. Қараңыздар. Біздің компаниямен бағана айтқан 14 компаниямыз бар. Бізде мектеп бар, әлемдік компания World Class бар. Соларға арнайы абонемент, безлимитный бір айға премиум сегменттегі біз Шымкент қаласында бұл әлемдік компанияға біз беріп жатырмыз. Одан бөлек X-Fit бұл Алматы қаласында жерімізде круглосуточно жұмысты жасайды. 24/7. Единственный фитнес-клуб, который 24/7 жұмыс жасайды. Потолок бар, женский раздевалкада Dyson бар, мужской раздевалкада Dyson бар. Кстати, біз айтпақ Dyson қазір алдықтай қалдыбай, қазір арнайы біздің қонақтар үшін Dyson алдыртып жатқан ағайын дейсіздер. Ол көріп бізде планда жоқ еді. Мынау X-Fit бұл Аль-Фараби маркада орналасқан. Одан бөлек бізде Шымкентте тағы бір фитнесіміз бар, ол World Class Light деген. Бұл жерде бассейн пол олимпийский 25/15, оған тоже абонемент. Одан кейін көріп, тағы бір X-Fit бар екен. Бұл тоже международный компания бар Алматыдағы. Бұл жерде групповой занятия, сауна, бар. Еще путевка тек қана Дубайға емес, путевка Қазақстанда, яғни ата-аналарыңызға санаторий Сарыағашқа. Неге? Потому что бұл жер минеральный вода өте пайдалы, денсаулыққа өте пайдалы. Поэтому біз бар фильтрді, нені барлық сосын береді. Одан бөлек мен достарым, жан бауырларым, сіздер қатты жақсы көремін. NS Оптиканың иесі Нұрбол досым кеше Шымкентте Алматыға бірге келді. Бірге жолда жүріп бензин таусылды. Сол бауырыма Алла разы болсын. Өте жақсы көретін бауырым. Мен ол кісі менің трансформация курсында келген. Мен де обучение оқыды. Сөйтіп екеуміз араласып кеттік, дос болып кеттік. И маған айтады ғой, бауырым, мен сені поддержка берейін. NS Оптикадан 50 000 теңге сертификат екеуі дейді ғой. Біреу емес, екеуі. Қараңыздар, қызығы. NS Оптика бұл очки, мынандай очкилер, міне қараңыздар. Мынандай керемет, мындай капли очкилер. Осы NS Оптикада бар. Мынандай мощный очкилер. И сертификат екеуі береді, бізге қараңыздар. Екеуі сертификат. И артынша қазір нақты бір секрет болып қалсын, ашпай-ақ қойып. Одан бөлек бізге мен Нұрбол досым айтады ғой, Сет Оптика, NS Оптикадан бөлек Дубайға да путевка береміз дейді ғой. Мен айтамын, да ты чё, братан, сен қатты кетіп барасың, мәке деп. Короче, да, Дубайға NS Travel. NS Travel по всему Қазақстану жұмыс жасайды ағайындар. Егер тур-мур ең арзан бағада. Еще маған фильтрмен де кім Нұрбол досым айналысады. Фильтрде тауып берген негізі Нұрбол досым. Поэтому, ребята, мен өте благодарен, айтқанда шүкір етемін. Бірінші әуелі Алла, екінші ата-ана, үшінші осындай адамдармен жұмыс жасайтын командама, бауырларыма, таныстарыма, то что азынан кешке шейін осының бәрін жасап жатыр. Мынандай шампуньді де шығарып жатырмыз. Құдай қаласа менде қатты қобалжу болды. Бүгін ұйықтай алмадым, стресс бар, потому что бізге аяқ асты ведущий ауырып қалды деп айтты. Ведущий ауырып қалды деген кезде менде уайымдап кеттім, потому что может қандай жағдай форс-мажор болып қала ма деген сияқты. Но тем не менее барлығын бір Аллаға салдым. Ведущий өте мықты, Құдай қаласа энергиясы өте күшті кісі. Ол кісі даже жұбайымен келіп жатыр бізге. Жұбай диджей болып жатыр. Сосын мына жақта ведущиймен таныстырып қойын жүріңіздер, қараңыздар. Асан мырза, сізге көп рахмет. Біздің влог, YouTube влог. Бұл кісі біздің іс-шараны басқарады. Сізге рахмет көп. Тезірек салып кетіңіз, жазып кетіңіз. Жоқ, мен нормально. Нормально, энергия тасып тұр ма? Тасып тұр энергия деген. Редбулға шомылдым ғой. Керемет, бұл кісінің жұбайы, қараңыздар. Аделия ханым өзі арнайы диджей болып жұмыс жасап отыр. Мен бұл кісінің программист ойлап қалдым, оказывается диджей екен. Ол программист еще. Еще программист. Еще мама бар. Андай не бар, чуйка бар ғой, мен сеземін адамдарды ағайындар. Бұл кісі Ол менің көмекшісім. координатор. Қараңыздар, бізде барлығы досконально придумано. Ведущий, диджей, координатор бар. Потолок бар ағайындар, не керек бұл үшін. И біз ойладық, неге біз Инстаграмға ғана шыға береміз? Давайте ютубқа шығайық дедік та. Ютубқа шығайық, одан кейін Инстаграмға шығайық, тиктокқа шығайық деп. Біз де блогерлердің қаламыз дедік ағайындар. Сол себепті осындай керемет кеш жасап жатыр. Құдай қаласа осы кеште көріңіздер. Бауырыма рахмет, осы блогты түсіріп жатқан. Құдай қаласа аман есен жақсылап өткізіп қояйық. И осы Вилла эстеттің иесі Айнура ханым мен Асқар мырзаға көп рахмет. Алтынай командасы каждая мелочь придумана, барлығы, каждая деталь бәрін жасап, енді білмеймін, енді Аллаға мыңда бір шүкір. Алтынаймен біз случайно кездесіп қалдық. Алтынайға благодарен. Алтынай керемет, супер. Құдай қаласа көп жұмыс жасай берейік. Біздің Аллах тағала жұмысын берекелі қылсын. Мына презентация енді, білмеймін, мен шетел болып тұр енді. Ұнап жатыр ма? Жұмыста, короче, мен кипишмен ғой ағайындар. Мен кипишовать етемін. Бола ма, болмай ма деп. Уайым страшно. Ағайындар, короче, YouTube атып кетсе, кешірім сұраймын дәке. YouTube атып кетсе, YouTube'ты мен тоқтатпаймын. YouTube кейде атпайды, энергияны алып қояды да. Короче, Инстаграмды бүкіл
көбірек трафик бар ғой. YouTube'ға кіріңіздер да, маған мотивация беріңіздер. Желание бешено YouTube жүргізуге, потому что мен видеоға бір кадрдан сөйлеймін. Мен алдында Шымкентке видеографтар келді, 6,5 сағатта түсіріп бердім. Ана ненің видео аппараты батарейкасы өшіп қалды. Поэтому YouTube атып кетсін деп тілеңіздер, комментарий жазыңыздар. Короче, біз Dyson алдырдық, аяқ асты. Короче, бізде кейде аяқ асты бір новый жаңалықтар болып қалады да, короче. Сол аяқ асты жасаймыз. И нақты алтына кіріп қалма. Короче, Dyson алып, Dyson'да сторис белгілеген адамдардың арасында осы жерде ойнатып жүреміз. В общем, ол алады да. Не үшін Dyson? Қараңыздаршы, не үшін Dyson? Өткен бізде шампунь, шашын жуады да. Идеально Дайсонмен шашын кеп тұрады ғой. Поэтому ағайындар take off, осы YouTube-та көріп тұрғандар take off-ты алыңыздар осыны. И бізге көмектесесіздер, өздеріңіз керемет продукциямен қолданасыздар, еще розыгрышқа қатысасыздар. Take off-ты алғандардың арасынан премиум машина ойнатсақ па деген ой болып жатыр. Білмеймін енді бір гелик па деп қойған бір иіс шығып тұр, бір геликтен иіс шығып жатыр жатыр. Көріңіз. Может өзімгі ма, білмеймін. Может 2005 жылы гелик па деп қойған. Да шучу. Скорее всего өзіміздің шығар. Пышақ әкелсек қалдырмай қандай. Ашып тастайық. Фильтр алып алғансыз, жарты миллион тұрады. Это фильтр. Это премиум фильтр для дома. Короче. Білгенін істеп жатыр қой, мына жерде фильтр, абонемент, сертификат. Енді мен, короче, негізі бір нәрсе айтайын, секрет айта салайын. Я хотел iPhone разыграть. По идее, сөйтіп команда айтады ғой, зачем iPhone дегенде дамика етеді, бар, бер, сонымен. В общем, духым жетпеді, iPhone ойнатпадым. Бірақ енді мынау фильтр нормально. iPhone бәрінде бар дейді, енді действительно бәрінде бар дейді. Бірақ алтынай iPhone-ға болеть етті, по идее, негізі. Действительно. По идее, алтынай. Я бы участвовала во втором айфоне. По идее. Вообще без участвуете телом сбой команда конкурстарға? Не знаю, YouTube қалай шешеді негізі. Ой, бір апта негізі алады өзі. Я тоже хочу участвовать и хотя бы выиграть какой-то подарок. Ну, давайте, да. Я за, наверное. Хотя бы абонемент. Я думаю, потому что команда жұмыс жасады, оңай болып жатқан жоқ. Ну, средний болып отыр, қатты қиналып жатқан жоқ, в принципе, вообще easy, да. Управление жұмыс деген вообще очень легко. Все всегда очень легко появляется, получается быстро, и команда очень сплоченная. Поэтому мне очень нравится. Кайф. И этот, көреміз, команда может қатысқан дұрыс шығар, все-таки өткені. Ну, в плане, я же не только за себя спрашиваю, у меня же есть и другие ребята. Мен де қатысамын. Я бәрі қатыссын. Я думаю, бәрі қатысқан дұрыс. Болсы. Короче, мынау енді білмеймін, мынау фильтр енді маған айту бойынша потолок деді, действительно потолок жоқ. Я бұны ашпай ақ қойып, бүйтіп жауып қоя салған дұрыс, сыртын бүйтпей, иіспей деймін, походу, сүртіп, короче. В общем, сондай енді білмеймін енді. Негізі водяной фильтрдің өзі прям төртбұрышты да, который? Я не знаю, я вообще там. Былай қойсақ дегенім ғой? Ja. Водяной фильтрмен басылып денесіздер таза. Ой, қараңыздар, ассалаумағалейкум, көрер ма? Сіз маған звондап отырсыз ба? Настроениеңіз жоқ қой сіздің. Ренжімеңізші, қараңыз. Қараңыз ағайындар. Dyson келді, короче. Dyson келді қазір. Енді не деймін енді мынадан кейін айтыңыздаршы. Мына туғаны не болып кетті? Қалайсыз, жақсы, керемет. Рахмет екен. Қалайсыздар, рахмет екен. Айнура, то есть Айнура ханым осы эстеттің иесі, яғни Аскар бауырымның қызы, иә? Да. Бұл кісілер көп рахмет. Бағана сіздерді біраз айттық видеода. Құда қаласа, сіздерге көп рахмет. Құда қаласа, іс-шарамыз берекелі, өте жақсы өтсін. Тек қана бір емес, құда қаласа, там жаңа жыл, тимбилдингте жасап тұрайық. Өйткені мен өзім Айнұр ханым қатты түсінемін да, неге мен өзім кәсіпкерім бірінші, екінші блогер, енді блогер, үшіншіден мен общепитте істегенмін. Это главное. Общепит, закуп бар, команда бар, это нелегкий бизнес, ребята. Поэтому кәсіпкер түсінеді, кәсіпкер поддержка беру керек. Чем басқа біреуге түскенше ақша, лучше Айнұр ханымға түскен дұрыс шығар деп мен өз ойым ойладым. И тем более Айнұр ханым бізге поддержка полным ходом берді. Поэтому эстетке, если хотите банкет, туған күн, эстетке келіңіздер да, Айнұр ханым миын ашсаңыздаршы. Болды, міне, короче, подключи, сделай мне банкет деп. Осындай. Болка, бір үстіме аяқ киім гинен әперді ба, достарым. Оймай, бір магазин шыққам, сертификат екінші магазин тауып. Да, вообще супер. Еще андай далада балдар келіп, Ақтауға кетіп баратыр екен. Арнайы маған ақшалай маған сыйлықтар беріп, это очень приятно было. Шығар жасаңыздар. Дресс-код ақ деді ғой, брат. Или ақ шалбар бар ма? Ақ шалбар әдемісі. Қалың нормально келді ма? Зор. Қарасай жолда екен, сен қарасай. Зор, бауырлар келіп қалды, бауырлар. YouTube влог түсіріп жатыр. YouTube-та көресіңдер. Серік. Иә. YouTube-та көрейін деп отырмыз ба? Түрмәден болып тұр ғой. Короче, енді бұл кісіні кешірдім. Ас шалбар ақ екен. Случайно келіп қалған сияқты. Келіп қалғанмын, ренжімеңіздер. Короче, ақ кимегендер конкурсқа қатыспайды. Поэтому әлі уақыт бар, 40 минут ақ киіп алсақ болады. Ақ майка бар. Қараңыздар. Dyson
сертификаттар NS Оптика бар. Нұрбол туралы айттым. Нұрбол келсе брат. Сен ютубта айт. Осы NS Оптика, NS Travel'дың бастығы Нұрбол бауырым. Осы бағана айтқаным, құда қалса. Бағана сертификат Дубайға беріп жатырық, Дубай ойнатып жатырық. Иә, Дубай нақта тұр. Нақта біздің шампунь продукция, құда қалса. И Dyson, водяной фильтрмен тоже айналысады. Нұрбол плюсозбен. И сет оптика Шымкентте. Поэтому очки мынандай мощный бағана айтқандай, очкилер керек болса, смело қараңыз, дерзкий очкилер. Нұрболға хабарласасың. Ең төмен баға Қазақстан бойынша. Ондай төмен баға жоқ, иә, брат? Фильтр, оптика, в общем, нағыз шымкентский бала ғой. Рахмет бауырым, за поддержку. Короче, пистолет атайын деп отыр ағайындар. Аңға. Вот, көресіздер. Короче, араб болайын деп отыр. Бұны жерде очки киіп алып, как оларды. Қалбай мен інім. Ол жұмыстан бәрі көмектесіп жүрген. Керемет. Шампунь. 30 жас. Короче, все в одном. И доллар көп болсын ағайындар, доллар көп болсын. Біз кешікпеу үшін осындай розыгрыштар жасадық. Как всегда қазақтар кешігеді. 7 деген 8. Надо было 6 что. Неше қайырлысы. Нормально. Сабыр. Қонақтар келіп жатыр. Нұрбол досым реклама попросит етті. И достарың қалай отказ бересің ше. И попросит етеді, видео түсіріп бересің ам дұшы. Досымның несі? Қалдыбай онда видео түсіре саласың ба? Сәл короче, нақта бауырлар достар келіп жатыр уже. Полностью. Неше түр. Ё-мо, қараңыздар. Олар Бәйтерек мектептің негізін қалаушысы. Олеке, рахмет үлкен братан. Керемет. Саған үлкен сыйлық. Анау итальяндықтар сразу подарок ашады. Аш жерсе. Ё-мо, сразу. 20-30 минуттан ашайын да. Ана жаққа барып қонақтар алды мақтанып, иә. Керемет. ютубқа влог түсіріп жатып. Олекең Алматы қаласының кәсіпкері Бәйтерек мектебінің негізін қалаушысы. Кәсіпкерлер жинап барады, нетворк, мектептер. Мектептер и курс бар еще сіздерде. Екі садик, бір универ, үш мектеп. Уақыт жоқ. Рахмет үлкен, Олеке, қош келдіңіз. Қараңыздар, патолог, не маша мынау? Сіздің Олеке? Олеке маша деген. Не маша түсінбей жатырмын, ана жақтан көрдім. Сразу внимание алып жатыр. Патолог, даке. Қалайсыз, жақсы ба? Дәкең, Ала Медиа негізін қалаушысы, реклама агентства, трансформация участнигі. Поэтому нақта кәсіпкерлерін бәрін жинап жатыр, чтобы они общались, то есть араласып, сөйлесіп. ютубқа влог бізде, инстаграм, мобилография и инстаграм видеография. Бұл кісілер трансформация участнигі, кәсіпкерлер. Не үшін туған күн, жай туған күн емес, бұл кеш, чтобы барлық адам бір-бірін араласу үшін кәсіпкер түсінеді. Абекең, Алеке, Ереке, Бәкең келіп жатыр. Әр қаладан Алекең вообще Астанадан келіп жатыр. Бұл кісі прокатпен айналысады. Абекең алтынмен айналысады. Поэтому бір-бірін араласып. Олекең Бәйтерек мектеп негізін қалаушы келсеңші Олеке. Ұлар бұл кісі Бәйтерек мектеп негізін қалаушысы. Абекең таныс қойыңыздар. Алмай, нағымай, бір қысылмай. Ойыншық деп қарап тұрған ойыншық машина. Олекең Алматының бизнесмені, кәсіпкері. Біраз универ, садик, мектеп. Қараңыздар, мектепте жаман оқитын оқушылар бар, киім кимейтін. Сонда уақыт қалыпты деген зашын. 20 минутта қазір уже сатып алдым, қазір 20 минутта алып кіретін. Мен Серік Фараон досым, қараңыз, ақ рубашка арнайы алып. Досым қатты сыйлаймын, рахмет бауырым. Осында уақыт бөліп, келіп, просто дресс-код білмей қалды. Проблема жоқ енді, ол нормальный нәрсе. Жоқ, ол шешілетін проблема. Шешіп сразу. 20 минутта қазір алып кетсек көрермін. Үтіктеп, әдемі. Красавчик. Бұл кісі кәсіпкер Алматы қаласынан. Не, андай фары ғой үшін, андай. Негіз алып келген негіз. Бір сыйлық жаңағы өзімде Жорға Қазақстан деген компания бар, и Фараон KZ деген компаниям бар. 14 қалада бар. 14 бизнес дегенде 14 қала дезе. 14 қала. И тағы да Жорға Қазақстан деген основать еткенім, ол бізде қазір жалпы сол жаңағы фара билет модульдер тікелей Қытайдан заводтан алдыртып, қазақша нұсқа қылып шығартып жатқан жайымыз бар. Қыздар, мына киім ауыстырамыз біз ше. Айнұрға айтқан едік. И ана екі пистолетті еще қойып қояйық. Біз көрсіп қойсаңызшы. Ешкім кірмейтін жер.